Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай әдемі, биік және жұмсақ болып шығатын идеальный бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, кез келген креммен ұсынылатын қолжетімді бағада шығатын торттардың бірі. Кескен кезде көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, тегіс және тығыз орналасқан болып келеді. Ол үшін 6 жұмыртқамызды алып, сарыуызбен ақуызынан бөліп алатын боламыз. Асықпай осылай кезектесіп, біртіндеп отырып ақуызды жарып алмай ғана бөліп аламыз. Одан кейін қантымызды 2-ге бөлеміз теңдей етіп. Ақуызға шым-шым тұз саламыз. Одан кейін миксерлеп, әппақ меренга болғанша миксерлейміз. Өзінің формасын ұстайтындай болуы керек. Одан кейін сарыуызымызға миксерлейтін боламыз. Оның қанты ерігенше сәл ғана миксерлесеңіздер жетеді. Одан кейін ақуызды біріктіретін боламыз. Дәл осындай қылып бөліп жоғарыдан төмен қарай қасықтың, күрекшенің көмегімен өстіп араластырып шығасыздар. Бір бағытта ғана араласуы керек және көтеріп жоғарыдан төмен етіп осылай араластырамыз. Одан кейін сұйық май және ыстық су құйып, тағы да осылай араластырамыз. Барлығы тек бір бағытта араласуы керек. Одан кейін ұн, кукуруздың крахмал және разрыхителді өстіп електен өткізіп, оны да жоғарыдан төмен қарай етіп осылай араластыратын боламыз. Үлпілдек массаж дайын болады. Оны арнайы формаға құйып, қызып тұрған пеште пісіреміз. Міндетті түрде пеш қызуы керек. Бисквитіміз сонда тез көтерілетін болады. Піскеннен кейін осында решетканың үстіне теріс айналдырып қоясыздар бірден. Өзі суиды бөлме температурасында. Суығаннан кейін осылай фольгасынан алғаннан кейін пышақтың көмегімен кольцодан шешіп аламыз. Әбден толықтай суы керек. Содан соң пищевой пленка немесе салфанға салып, холодильникке 1 түнге қоясыздар. Оны бірден пайдалануға болмайды. Бұл коржды бірден пайдалансаңыздар, кескен кезде шашылып қалатын болады. 1 түн тұрса, өте керемет тортты жинауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай биік, әдемі бисквит дайын болды. Енді бұны холодильникке жібереміз. Сонымен бисквитіміз дайын. Одан кейін кез келген креммен алып тортымызды дайындай беруге болады.